Дәстүрлі «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы оқырмандар арасында кеңінен танымал. Жоба әдебиетіміздің қазыналы туындыларын насихаттау, оқу мәдениетін қолдау, дамыту, жастарды рухани және патриоттық тәрбиеге баулуға бағытталған. Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасының бастамасымен ұйымдастырылып келе жатқан акция биыл 15-ші рет өткізілуде. Биылғы жылы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жалпы халықтық оқуға тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани мәдени акциясы ұсынылып отыр. Акцияның мақсаты әдебиеттерді насихаттау, халықтың оқуға деген қызығушылығын арттыру, сонымен қатар жас ұрпақтың интеллектуалды және рухани дамуына үлес қосу. Қаламыздың көшелерінде «Бір ел бір кітап» акциясы аясында облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында жыл сайынғы дәстүрлі әдеби бульварларды өткізу дәстүрге айналды. Маусым айының жылы күндерінде абонемент кітапханашылары Махаббат саябағы қалалық саябағына тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап тақырыбымен кітапханалық уикенд күнін өткізу үшін шықты. Қала тұрғындары мұндай іс-шараларды ұнатады. Өйткені бұл іс-шарада әр келуші өзінің жанына жақын кітаптармен танысады. Кітапханалық уикенд бағдарламасы мазмұнды болды. Жаңа кітаптарға шолу жасалды. Интеллектуалды танымдық ойындар ұйымдастырылып, түрлі түсті баннер, плакаттар орнатылды. Қала тұрғындарының назарына тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап тақырыбы бойынша кітап көрмесі ұйымдастырылып, көрмедегі кітаптарға шолу жасалды. Көрмеде поэзия, проза, драматургия, балалар әдебиеті және аударма жанрына таңдалған үздік 30 кітап ұсынылды. Біздің өткізген іс-шарамыз аға буынды, қала жастарын, колледждер мен жоғарғы оқу орындарының студенттерін де қызықтырғанын көру бізге қуаныш сезімін ұялатты. Келушілер кітаптармен танысып, студенттер Мұқағали Мақатаев, Жұмекен Нәжімеденовтың шығармаларынан үзінділер оқыды. Аға буын проза жанрымен, атап айтқанда Сәуле Досжан, Тынымбай Нұрмағамбетов, Тобық Жармағамбетовтың кітаптарымен танысты. Бұл нағыз кітап мерекесі. Табиғаттағы кітаппен ерекше демалыс күні болды. Қала тұрғындары кітапханашыларға алғыс білдіріп, естелік суретке түсті. Әдеби бульварда жиі кездесіп тұруды да сұрады. Барлық қатысушыларға және ең белсенді студенттерге естелік ретінде кітаптар сыйға тартылды. Жыл кітаптарын бірге оқиық.